Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсоктың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Майсок тарыдан жасалады. Ең алдымен 1,5 стақан тарыны ысына салып, үстінен жылы су құйып 2-3 рет жуып алатын боламыз. Су құйған кезде сіздерден қара түсті су шығатын болса, онда 5-6 рет жуыңыздар. Міндетті түрде қуырылған тарыны қолданыңыздар. Міне осылай жуып тазалап алдым. Енді тағы да үстінен су құйып жуып алатын боламыз. Менде достар төменде описанияда барлығының мөлшерлері жазылған. Таза тарымызды басқа ыдысқа осылай салып аламын. Оның үстінен ыстық 2 стақан сүтімді құйып алатын боламын. Бетіні жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Тары өте пайдалы, құрамында дәрумендерге бай. Міне біздің тарымыз дайын болды. Қараңыздар, көлемі үлкейген, сүтті өзіне сіңіріп алды. Артық сүттеріні мен осылай сүзіп алатын боламын. Сүзіп болған соң, тағы да құрғақтау болған қаласаңыздар, сүлгінің бетіне қойып, құрғақтатып алсаңыздар болады. Мен жай ғана сүзіп алдым. Енді тарымызды басқа ыдысқа тағы да салып аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майды салып, оның үстінен қант салып, барлығыны біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Майымыз жұп-жұмсақ, өте керемет болып араласады. Міндетті түрде тарының барлық жеріне араласуы қажет. Достар, өте керемет, таптырмас тәтті. Қонақ келген кезде тез жасап жіберуге өте әдемі десерт. Міндетті түрде жасап көрмеген болсаңыздар, жасап көріңіздер. Міне біздің майсогымыз дайын болды. Енді осылай ыдысқа жақсылап басып салып аламыз. Және тарелкамызға салып столымызға ұсынатын боламыз. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, осы видеома лайк басып, төменге комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта ерекше қарапайым рецептермен бөлісетін боламын. Және кез келген рецептерді менің каналымнан қазақ тілінде таба аласыздар. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.